армысыздар? Жағдайларың жақсы ма? Иштерің аман ба? Бала шағаларың сау ма? Қалай жағдайларың? Bir gün шықпай-ақ қояйын деп өзімше отыр едім. Жаңа қыздарым, апа сағыныватырмыз бірінен соң бірі. Енді сендердің махаббаттарың жатқызбай жатыр. Міне осы сияқты міне махаббат жатқызбай жатыр дегеннен шығады. Сондай махаббат беріп отырсаңдар, қай-қайсыңызға да қалыңыз қалай Раяпа деп жатсыңдар. Күшті керемет. Енді қыздар, мен енді айтайын дегенім, міне сендердің махаббаттарың мені жатқызбай жатыр да. Сол сияқты мен спокойно, мен шаруам жоқ па, я бір жүгіріп алмайын ба, сендерге бір сағат отырғанша, я кішкене бір нелер приседание жасап алмайын ба деген сияқтылар адамда болады. Лишний адамның уақыты болмайды, қыздар, я. Әр адамның да уақыты тығыз қарап отырсаң. Енді бірақ сендердің махаббаттарың мені жатқызбай жатыр. Раяпау, вы красавица деп жатсыңдар енді. Вы бірдеңе, вы мудрая, вы бірдеңе деп жатсыңдар, сол мені жатқызбай жатыр да. Енді сол сияқты қыздар, махаббат деген сол қыздар, махаббат деген жатқызбайды қыздар. Менің айтатыным сол сендерге, махаббат беріп отырыңдар. Әр уақытта күйеу балаға да махаббат беріп отырыңдар. Жаңағы келінге де махаббат беріп отырыңдар. Сонда келін де жата алмайды. Қазір мен сендерден қалай жата алмай отырмын, қалай сендерге шықпай, спокойно бір күн шықпай-ақ қояйыншы деймін де, постоянно ойлаймын, через день шықсам да жетеді ғой, деп ойлаймын, бірақ сендердің махаббаттарың мені жатқызбай жатыр да. Раяпау, сізді сағынып жатырмын, сіз күштісіз, міне, сіз бірдеңесіз деп, ана кім айтып жатыр, ана ботагөз айтып жатыр, сіз күштісіз деп жатыр. Ал сол сияқты махаббат жатқызбайды, мені де сендердің махаббаттарың жатқызбай жатыр. Ал сол сияқты махаббат беріп жүрсеңдер, әр адамға махаббат беріп жүрсеңдер, сол махаббат жатқызбайды. Келінге де махаббат беріп отырыңдар, әр уақытта қызғанбаңдар, ешқандай құтырып кетеді. Я тағы мен енді не жібердім ғой бүгін, келін туралы диспуттар болып жатыр жаңа мен постымда. Әйелдермен диспут. Сондықтан сендер жаңағы енді менің айтатыным, ата-аналарға айтатыным, өзіңнің жемісің үшін жауап бер. Тек қана өзіңнің қызың үшін, өзіңнің ұлың үшін тек жауап бер, болды. Сен біреудің баласы, біреудің жемісі, келінің сен біреудің жемісі. Оны түзетем деп, оны жаңағыдай түзу жолға салам деп вообще қылғынбаңдар. Оған тек доброта, любовь жасай бер, түсіне ме, түсінбей ме, жасай бер, болды. Оны Алла түсіндіреді. Бәрі бол жата алмайды. Сен өліп талып, құлыншағым, алтыным менің құлыншағым деп, бір құтта қандай шаруа жасаса да, соны әлдағандай алып былай толтырып айтып, жарқыратып отырсаңдар, оның ар жағынан жаңа мен құсап, оның ар жағынан неше түрлі айтатын сөздер де, нете де шығады қыздар. Доброта, любовь жасап отыруларың керек. Сол уақыттарда ол не етпеңдер, сосын сауап деп. Ол балаға да уақыт керек. Сен үйіңе келдік келін. Уақыт керек. Сен өзің әуелі перевоспитайся. Өзің әуелі өзіңді доброта, любовь жасай бер. Одан күтпе. Мен бүйтіп едім, мен киім алып беріп едім, мен қазір керемет дүние алып беріп едім. Енді ол соны отработка жасамай ма? Енді сол үшін тек нетіп жасамай ма дегендей. Мысалы, бәленбай қымбат киім алып беріп едім, или там шуб алып беріп едім, сол шубының ақшасын шығармай ма деген сияқты қылып, ештеңе требовать етпе, қыздар. Ештеңе требовать етпеңдер. Алып бердің бе, все, забудь. Алып бердің бе, значит, Алла шыққан шығысыңды Алла береді, жасаған жақсылығыңды Алла көріп тұр, Алла басқа жағынан береді. Тап сол келіннен бермесе, бақыт қылып береді, байлық қылып береді, денсаулық қылып береді, әйтеуір беруіңді біл, болды. Ал если сен беріп алып, жаңағыдай, ол бүйтпей ме, енді мен шуб алып беріп едім ғой, сол шубының несінің құнын шығармай ма дегендей күтіп отырсаң, это уже бартер. Ол уже это уже бизнес. Сенің ол, это не доброта уже. Сен алып бердің, все, забудь, мә киіш жарығым, мынаны киіш, мына итальянский етіңді киіп алшы, мына неңді киіп алшы деп, мысалы, алып бердің де, болды, все, забудь, ол сені отработка жасай ма, ол үйді жинамай ма, енді зуылдатып жүріп деп. Мен, мысалы, маған біреу сөйтіп алып берсе, мен бәленбай күн бойы жұмыс жасаймын, мысалы. Әр адам ол өзінің несі, өзінің ақылына қарай жасайды. Маған сөйтіп біреу алып берсе, мен кәдімгі 10 күн деп, 20 күн деп қоймастан үйінің бәрін айналдырып шығарар едім, соны пока отработка жасамайынша. Мен бұрында жаңағы ағамның үйінде жаттым.
жаңағы немнің үйінде. Сонда просто тамақ іше алмайтын едім. Енді маған беретін ата-анам ештеңем болған жоқ. Мен аға жеңгемнің үйінде жаттым. Сонда өзім бірдеңе ойластырып шығара берем. Біресе сервантын жуам, біресе үйін жинайым, біресе тағы бірдеңе жасай берем. Потому что мен ойлайтын едім, мен тамақ ішіп жатырмын ол үйден. Ұят қой, менің әке-шешем сол тамақ үшін ақша ештеңе беріп жатқан жоқ. Я бірдеңе әкеліп беріп жатқан жоқ мысалы. Мен неғып отырмын арам тамақ құсап. Мен бірдеңе жасайыншы деп өзіме бір нәрселерді былықтырып, жаңағы серванттарын түсіріп, шаңдарын сүртіп, рюмкілерін жуып, тағында ыдыстар тұрады, солардың бәрін жуып. Сондағы ойым менің қазір мен спокойно тамақ ішейінші. Арам тамақ құсамай, аналарды ризалайыншы. Әйтеуір Рая бір тәрелке тамақ ішіп жатса, значит, соны отработка жасап жатырғандай болып, ол өзім үшін жата алмайтын едім. Просто тамақ іше алмайтын едім. Ұят болар, мен арам тамақ құсап, неғып жатырмын, құттай болса да пайдам тигізейін деп. Сол сияқты әр адамның өзінің санасы болу керек. Санасы болмаса, өзіңе ренжі. Өзіңнің топырағынан жаратылып келіп тұр біріншіден, екіншіден өзіңнің балаңның еккен егіні. Сен балаңа қандай егін бердің, сол балаңның ой санасы менен алып отыр ол әйелді. Значит, ол балаң, значит, ты сама виновата, значит, сенің балаң виновата. Дұрыс әйел алмаған, значит, балаң виновата. Это виновата сама. Потому что сен өзің балаңды дұрыстап тәрбие бере алмағансың. Балаңның ой санасы соған дейін барған болды. Енді оған дым ренжіме. Ол балаңның выборы, екіншіден өз топырағың. Өз топырағың қандай болды, өз топырағыңмен сондай келіп отыр. Енді ол біреудің егіні, ол мамасының егіні. Енді сол біреудің егінін сен, ты не имеешь права оны перевоспитать ете алмайсың. Енді перевоспитать етем келінді деп жүргенде баланы айырасын. Сондықтан соны ойлап қал, куда идет корень, куда идет. Сол балаңды айыр жіберме. Санасы бар адам, ол өзі соққы арқылы келеді, қыздар. Никогда ешкімді перевоспитать ете алмайсыздар. Соққы арқылы келеді. Соққы арқылы тәжірибе алады. Опыт келеді, опыт, сабақ арқылы өседі. Әр адам сабақ арқылы өседі, қыздар. Сондықтан ешкімді сендер перевоспитать ете алмайсыңдар. Вы не Аллах, мы не Аллах. Сондықтан Аллаға тапсыр. Алла тағала келініме ақылына ақыл қоса көр, санасына сана қоса көр деп, өзің ақылыңды, өзің келініңді Аллаға тапсыр. Өзіңді де Аллаға тапсыр. Өзімізді де біз өзіміз Аллаға тапсыруымыз керек. Өйткені біздің де білмесіміз көп. Біз өзімізді де Алла тағала алып жүрсе екен бізді. Ақылымызға ақыл қосса екен күнде өсін күнде. Санамызға сана қосса екен. Ей Алла тағала, сабырлығыңды бере көр. Доброта, любовь бере көр. Смирение, сострадание бере көр деп Алладан өзіміз күнде өсін күнде ақылмен сана өзімізге де сұрауымыз керек. Не то что балдар, не то что келіндер, біз өзімізді выруливать етуіміз керек. Мен үлкенмін, мен взрослыймын деп әлдағандай болмауымыз керек, қыздар. Біздің де білмейтініміз көп. Ене болсақ та, біздің де білмейтініміз көп. Біз қазір ойлап отырмыз, менің жасым үлкен, мен уже енемін деп, да? А мен мысалы келінімнің білетін мүмкін, мен білмеуім мүмкін. Сондықтан біреуді өзіңнен артық, өзіңнен кем көрме. Ақыры бір нәрсесі артық болады. Бір қылығы ма, бір несіме адам артық болады. Сондықтан меңгерімге салынбаңдар, қыздар. Тек өле өлгенше доброта, любовьпен жүру керек, қыздар. Болды. Менге салынбайық. Сонда ауырмаймыз да, қартаймаймыз да, қыздар. Мен керімін, мен енемін, мен немін. Тайталаспа, санаспа. Өзің жуа сал, өзің жинай сал, ештеңе етпес. Келінің ұйықтап жатса ештеңе етпес. Оны оңбаған келін ұйықтап жатыр, тағы бірдеңе, не надо вот этого. Ұйықтап тұрған келін такетак жасайды. Ұйқысы қанып тұрған келін такетак жасайды. Дыбысын шығарма. Қалайда менің идеалым болсын, таңертең тұрғызам, оны қалайда бүйтем, қалайда сөйтем демесін. Ештеңе етпес. Не айтып жатсыңдар? Так, Асемка точно деп жатсыңдар, не айтып жатсыңдар сендер? Ал. Сосын жаңа мен қыздар сендердің нелеріңе қарап жатқан жоқпын да? Не жазып жатсыңдар? Тоқал алам десе, ал жиын деген шығар дейді. Өздері білсін, енді сендер сол тоқал алуға өздерің
апарып отырсыңдар, қыздар, дым ренжімеңдерші. Өздерің апарып отырсыңдар, өздерің доброта, любовь жасап, өздерің жаным, құлыншағым, алтыным деп, өздерің еркекті жылы жұмсақ қылып ұстап отырсаңдар, оның да кнопкасын, оның ішінде, мен күнде айтамын ғой, оның ішінде құттай сәби жатады еркектің. Соған қарсы келмей, ты за мужем. Соған қарсы келмей, хорошо, сен дегенің болсын. Бірақ сен енді көп біліп, көп оқып, көп біліп отырсаң, корень айқайласпа, шуласпа, бірақ өзің білесің ғой, енді өзің не дейсің, сол ақ бола қойсын, бірақ мен бір өзімнің де пікірімді айтып тастайыншы деп, сен оны ойландыратындай жағдайда болуың керек, ойландырып таста. Сен оны түбі қайда барады, сен ақылды болуың керек. Айтады ғой, миллионердің артында мықты әйел отырады дейді. Алламен связьда болуың керек. Всегда еркек құтырып баратса, ақша алып, өзінше ол құтырып бүйтіп, ананы менсінбе, мынаны менсінбе жатса, оған біліммен жауап беріңдер. Айқайламаңдар, шуламаңдар, біліммен жауап беріңдер. Қайда баратқан, ертең өйстіп жүргенде балаңды алып жылатып қояды, өйстіп жүргенде аяғыңды алып жылатып қояды, өйстіп жүргенде түрмелетіп кетіп қаласың. Сақ бол, құтырма деп, әлгі ақшаға масайрап кетіп баратқан еркекті сен ақылмен ұстап отыруың керек, қыздар, ақылмен. Ал жақсы, ал сен сондай ақылың жоқ, сосын білмеймін, алам дейді, құтырватыр дейді, қыздар, сосын өзінің білімі жоқ, қыздар. Білім жоқ, әйелден еркек кетіп қалады. Білімдерің, сондықтан айтам ғой, мен көбірек оқыңдар, қыздар, көбірек оқып, көбірек біліп, көбірек үйде диспут жайменде отырып, әр нәрсесін, еркектің айтқан әр нәрсесін, я, әрине, сенікі де дұрыс болар, енді бірақ та сен мені тыңдай алсаң деп, әуелі дұрыс боларды айтып алу керек. Өйткені сонда ғана құлағын бүйтіп ашады бүйтіп. Я, сенікі де дұрыс болар, сен де айтуың дұрыс деп баста әуелде. Осылай соң құлағын ашып ал, бүйтіп, локаторын. Содан кейін барып, жаймен деп, я, сенікі де дұрыс болар. Бірақ менің ойым былай сияқты, жаным. Былай еткенде ғана былай болатын сияқты. Бірақ өзің білесің ғой. Бірақ деп айтқанда ол уже бүйтіп сабасына түсе бастайды. Менге салынбайды, қыздар. Әр уақытта да еркек кінәлі болып отырады. Маған талай қыздар келіп жатыр ғой, бәріне өздеріне айтам, өздерің во все сами виноваты. Біз мына өміріміз қазір қандай болса, бәріне